Жоқ, қазір енді улитка ғой. Иә. Жалпы мынау 12 жыл мүшелде 2 жыл түсініксіз ғой. Біріншіден ол мешін. Кім білет енді бұл жерде гипотезалар көп. Бірақ Серікбол Қондыбайға қарасаң, ол айтады, бәрібір қытайлар бізден, түркілерден мынау Айдаһардың бейнесін алды да. Сосын жалпы мынау улитканың өзін қарасаң, кішкене Айдаһарға ұқсайды ғой, жыланға ұқсайды. Түрі андай енді бір мифический қызық несі бар, сыртында панцирі бар. Мүйізі бар және де, өйткені жылан, айдаһар олар көп кезде мүйізді болып суреттеледі ғой мифологияда. Міне, оның кішкентай кішірейіп қалған айдаһар. Енді бәрібір біздің дәстүріміз талай рет ұмытылды, өзіміздің анандай ондай нәрселерді жазатын жазба дәстүріміз болмағандықтан қате болып кетті мүмкін, өзгеріп кетті мүмкін, ол әбден мүмкін нәрселер.